Қайырлы күн баршаңызға. Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің шаң жұқпас жүйрігі, жыр құлагері, поэма жанрын қол жетпес биікке көтерген қайраткер. Ақынның өнер тақырыбына жазылған көрнекті поэмасының бірі «Құлагер». Күңірентті ойды ғырды өңшеңгілік, арқаны дүбірлетті дүбір қылып, көшіріп жерді көкті келеді аттар, керілген кең даланы біліндіріп, жер бетін қағып ұшқан құстай шегіп, адақтап барған сайын шықты жерік, төртеудің 1300-ден ойны озып, құлагер келе жатты тістеп құйрық. Артында төртеуінің мұны атқалды, балалар барған сайын шулап қалды, жер шіркін барған сайын бауырын жасып, шаң шіркін барған сайын одақталды. Бұл туынды 19 ғасырда өмір сүрген сазгер Ақан серінің өмірі, адамы болмысы, тұлпары құлагердің тағдыры турасында шығарылған. Құлагер қазақ даласынан танымал тұлпар, оқиға желісі шынайы өмірден алынған. Ақан сері поэмадағы басты кейіпкер. Ақан билік айтқан, мал жинаған адам емес. Астында жүйрік аты, қолында қыран, серлік өнер қуған, өмірі айдынында қаздай қалқып, қудай жүзіп, сұлу сүйген сері жігіт. Құлагер Ақан серінің сұлулығы, идеалы. Оның түсінігінде ондай тұлпар енді келмесі анық. Сол тұлпармен жүрек түкпіріне ұялаған әсемдік, көркемдік бәрі де жоғалған. Оның бұрынғыдай ән айтуы да, ел арасында жайрандап жүруі де ек талай. Құлагерге жұмсалған айбалта Ақанның өзіне деген, ол енді тірі өлік. Батыраш бала жастан атқа құмар, айқашыл ат әперген баққа құмар, арамой ата-анамыз ұршоқпары, кір көңіл сарайының батпағы бар деп сипатталған Батыраш. Осы Батыраштың зұлымдығы поэма оқиғасының шиеленісу мен шешілу үстінде көрінеді. Құлагер бірінші келе жатыр. Көмбеге жеткізбей көзі құртылған.